Баянауылдың аға сұлтаны болған атақты шешен Мұса Шорманұлы алысты болжайтын көреген болса керек. Бір күні үлкен бір жиында халық жырлары мен қисса дастандарын мүдірмей жатқайтып, елді таң қалдырған 8 жастағы баланы қасына шақырып алып, тақиясына үкі таққызат да, болашақта қалқыңа мәшһүр болатын бала екенсің деп, арқасынан қағып ақ батасын береді. Сол бала аталы сөздің киесімен осылайша адам Жүсіптен мәшһүр Жүсіпке айналған Баянауылдың тағы бір дара ұлы, шығыс шайырларының бірі де бірегейі, дәуірдің Тархан дариясы мәшһүр Жүсіп Көпейұлы болатын.